Таңғы 10 минут күніңізді шүкіршілікпен бастаңыз. Қош келдіңіз. Бұл жаңа күн. Жаңа мүмкіндік. Жаңа бастама. Алдағы бірнеше минутты тек өзіңізге арнаңыз. Телефоныңызды үнсіз режимге қойып, өзіңізге ыңғайлы қалыпта отырыңыз немесе жатыңыз. Арқаңызды түзу, бірақ еркін ұстаңыз. Қолдарыңызды тізеңіздің үстіне немесе жүрегіңіздің тұсына қойыңыз. Көзіңізді ақырын жұмыңыз. Терең тыныс алыңыз. Баяу дем шығарыңыз. Тағы бір рет. Мұрын арқылы терең тыныс алыңыз. Бір сәт тынысыңызды ұстап тұрыңыз. Содан кейін асықпай дем шығарыңыз. Дем шығарған сайын денеңіздегі кернеудің азайып бара жатқанын сезініңіз. Маңдайыңызды босатыңыз. Иығыңызды төмен түсіріңіз. Қолыңыз бен аяқтарыңызға жеңілдік беріңіз. Қазір сізге ешқайда асығудың қажеті жоқ. Тек осы сәтте болыңыз. Тынысыңыз сезініңіз, жүрегіңіздің соғысын сезініңіз. Өзіңіздің тірі екеніңізді сезініңіз. Осының өзі шүкіршілік айтуға үлкен себеп. Енді жаңа таңды көз алдыңызға елестетіңіз. Көкжиек ақырын жарықтанып келеді. Күннің алғашқы алтын сәулелері айналаны жылытып жатыр. Құстардың дауысы естіледі. Жеңіл самал жел терезенің пердесін баяу қозғалтады. Табиғат жаңа күнді қарсы алып жатыр. Сіз де осы жаңа күнді тыныштықпен қарсы алып отырсыз. Бүгін сізге жаңа уақыт берілді. Жаңа таңдау жасауға мүмкіндік берілді. Жақсы сөз айтуға, біреуге жылулық сыйлауға, өзіңізге қамқорлық жасауға, кішкентай болса да бір қадам алға басуға мүмкіндік берілді. Ішіңізден ақырын айтыңыз: мен жаңа күн үшін ризамын. Мен осы таң үшін ризамын. Менің алдымда тұрған мүмкіндіктер үшін ризамын. Осы сөздерді асықпай сезініңіз. Енді тынысыңызға қайта назар аударыңыз. Тыныс алған кезде бойыңа тыныштық кіріп жатқанын елестетіңіз. Дем шығарған кезде кешегі уайымдардың алыстап бара жатқанын сезініңіз. Тыныс алыңыз, тыныштық. Дем шығарыңыз, асығыстық. Тыныс алыңыз, сергектік. Дем шығарыңыз, шаршау. Тыныс алыңыз, ризашылық. Дем шығарыңыз, реніш. Кешегі күн артта қалды. Сіз өткенді өзгерте алмайсыз. Бірақ бүгінгі күніңізді қалай бастайтыныңызды таңдай аласыз. Бүгін сіз сабырды таңдай аласыз. Мейірімділікті таңдай аласыз. Жақсылықты байқауды таңдай аласыз. Өзіңізге жұмсақ қарауды таңдай аласыз. Енді өміріңіздегі қарапайым, бірақ бағалы нәрселерді ойлаңыз. Таңертең ашылған көзіңіз, тыныс алып отырғаныңыз, басыңыздағы баспана, шетін таза су, шетін бір кесе шай немесе кофе, үстіңіздегі киім, сізді күтіп отырған адамдар, сізге жылы сөз айтқан жан. Осының бәрін күнделікті қалыпты нәрсе деп қабылдауымыз мүмкін. Бірақ әрқайсысының өзіндік құндылығы бар. Бір сәтке солардың қадірін сезініңіз. Ішіңізден қайталаңыз: мен қолымдағы бар нәрсені бағалаймын. Мен күнделікті кішкентай жақсылықтарды байқаймын. Мен қарапайым сәттердің қадірін білемін. Енді денеңізге көңіл бөліңіз. Жүрегіңіз сіз үшін тоқтаусыз соғып тұр. Өкпеңіз әрбір деміңізді қамтамасыз етіп жатыр. Қолыңыз сізге көптеген әрекет жасауға көмектеседі. Аяғыңыз сізді қажет жерге алып барады. Көзіңіз жарықты көреді. Құлағыңыз дыбыстарды естиді. Денеңіз мінсіз болмауы мүмкін. Кейде шаршауы мүмкін. Кейде демалуды қажет етуі мүмкін. Соған қарамастан ол сізді күн сайын өмір жолымен алып келеді. Денеңізге іштей рахмет айтыңыз. Мен денеме ризамын. Мен тыныс алып отырғаныма ризамын. Мен бүгін оянғаныма ризамын. Мен өзіме қамқорлық жасауға лайықпын. Енді өміріңіздегі жақын адамдарды еске түсіріңіз. Сізді жақсы көретін адамдарды. Сіз жақсы көретін адамдарды. Олардың жүзін көз алдыңызға елестетіңіз. Олардың күлкісін, даусын. Сізге айтқан жыл сөздерін еске алыңыз. Мүмкін олардың барлығы дәл қазір қасыңызда емес шығар. Бірақ олардың өміріңізде болғаны үлкен сый. Жүрегіңіздегі жылылықты сезініңіз. Ішіңізден айтыңыз: мен өмірімдегі мейірімді адамдар үшін ризамын.
Мен сүйе алатыныма және сүйікті бола алатыныма ризамын. Мен бүгін жақындарыма жылулық сыйлаймын. Оларға қысқа хабарлама жазуды, жылы сөз айтуды, құшақтауды, немесе жай ғана олардың қадірін сезінуді ойлаңыз. Енді өзіңізге назар аударыңыз. Сіз осы күнге дейін көп жол жүрдіңіз. Көп нәрсені үйрендіңіз. Кейде қателестіңіз. Кейде шаршадыңыз. Кейде бәрін тастағыңыз келген сәттер де болған шығар. Бірақ сіз әлі де осындасыз. Сіз жалғастырып келесіз. Сіз әр тәжірибеден бір нәрсе үйрендіңіз. Өзіңізді сол үшін бағалаңыз. Ішіңізден айтыңыз, мен өткен жолымды құрметтеймін. Мен өз күшімді бағалаймын. Мен кішкентай қадамдарымды да маңызды деп қабылдаймын. Мен бүгін өзіме мейірімді боламын. Енді алдыңыздағы күнді елестетіңіз. Сіз төсектен немесе отырған орныңыздан тыныш тұрасыз. Күніңізді асығыс емес, анық оймен бастайсыз. Әрбір істі біртіндеп орындайсыз. Бір қиындық кездессе, бірден үрейге берілмейсіз. Тыныс аласыз. Бір сәт тоқтайсыз. Сабырмен дұрыс шешім қабылдайсыз. Бүгін сіз бәрін мінсіз орындауға міндетті емессіз. Тек қолыңыздан келгенін жасау жеткілікті. Бүгін бір жақсы іс жасаңыз. Бір адамға жылы сөз айтыңыз. Бір пайдалы қадам жасаңыз. Өзіңізге кем дегенде бірнеше минут уақыт бөліңіз. Бүгінгі күнді мағыналы ететін осындай шағын әрекеттер. Қазір мына сөздерді ішіңізде немесе жай дауыспен қайталаңыз. Мен бүгінгі күнді тыныштықпен бастаймын. Менің ойым анық. Менің жүрегім тыныш. Мен өмірімдегі жақсылықтарды көруге дайынмын. Мен бар нәрсені бағалаймын. Мен өзімді өзгелермен салыстырмаймын. Мен өз жолыма сенемін. Мен бүгін жақсылықты таңдаймын. Мен бүгін мейірімділікті таңдаймын. Мен бүгін сабырды таңдаймын. Менің күнім жақсы мүмкіндіктерге толы. Мен жаңа күнге ризашылықпен қадам басамын. Әрбір сөйлемнен кейін аздап кідіріңіз. Сөздердің жүрегіңізге жетуіне мүмкіндік беріңіз. Енді өміріңіздегі 3 нәрсені еске түсіріңіз. Бірінші нәрсе, бүгін сізге қуаныш сыйлайтын нәрсе. Мүмкін бұл жақын адамыңыз шығар. Мүмкін денсаулығыңыз. Мүмкін жаңа мүмкіндік. Оны анық етіңіз. Ішіңізден айтыңыз, мен осы үшін ризамын. Екінші нәрсе, өміріңізге тұрақтылық беретін нәрсе. Үйіңіз, жұмысыңыз, достығыңыз, қабілетіңіз. Оны ойлаңыз. Мен осы үшін ризамын. Үшінші нәрсе, өз бойыңыздағы жақсы қасиет. Мейірімділігіңіз, сабырыңыз, табандылығыңыз, үйренуге деген ықыласыңыз. Оны мойындаңыз. Мен өзімдегі осы қасиет үшін ризамын. Өзіңізді бағалау мақтану емес. Бұл өз өміріңізге құрметпен қарау. Енді жүрегіңіздің ортасында кішкентай жылы жарық бар екенін елестетіңіз. Ол таңғы күн секілді жұмсақ және жылы. Әрбір тыныс сайын сол жарық үлкейіп келеді. Ол кеудеңізге тарайды. Иығыңызға, қолыңызға, ішіңізге, аяғыңызға тарайды. Бүкіл денеңіз жылы жарыққа толды. Бұл тыныштық, бұл ризашылық, бұл жаңа күнге деген сенім. Осы сезімді бірнеше сәт үнсіз сақтаңыз. Тағы бір рет терең тыныс алыңыз. Бір сәт тынысыңызды ұстап тұрыңыз. Баяу дем шығарыңыз. Саусақтарыңызды ақырын қимылдатыңыз. Иығыңызды жеңіл қозғаңыз. Денеңіздің отырған немесе жатқан жермен байланысын сезініңіз. Айналадағы дыбыстарды байқай бастаңыз. Көзіңізді ашуға асықпаңыз. Ішіңізден өзіңізге қысқа уәде беріңіз. Бүгін мен кем дегенде бір жақсы сәтті байқап қаламын. Бүгін мен бір адамға шынайы рахмет айтамын. Бүгін мен өзіме жұмсақ қараймын. Бүгін мен күнімді шүкіршілікпен өткіземін. Дайын болған кезде көзіңізді ақырын ашыңыз. Жаңа күн басталды. Оны тыныш оймен, жылы жүрекпен, ризашылық сезіммен қарсы алыңыз. Егер бұл медитация сізге тыныштық сыйласа, бейнеге лайк басып, қолдауыңызды білдіріңіз.
Осындай қазақ тіліндегі медитациялар мен жан тыныштығына арналған жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін Шүкір Лайф арнасына жазылыңыз. Пікірге бүгін не үшін шүкіршілік ететініңізді бір сөйлеммен жазыңыз. Сіздің сөзіңіз басқа бір адамға жақсы ой мен шабыт сыйлауы мүмкін. Уақытыңызды бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Күніңіз тыныш, ойыңыз анық, жүрегіңіз ризашылыққа толы болсын.